Дәл қазір біз Астана қаласындағы үлкен тарихи орында тұрмыз. Бұл Бозоқты көлі. Бозоқты көлінің жанында Бозоқ қалашығы орналасқан. Сол қалашықтың негізінде Ашық аспан асты музейі салынып жатыр. Музейдің екі жағы кіреберісі осындай орта ғасырлық қамалдармен қамалға кіре беретін қақпалар орналастырған. Бұл қақпалардың міне қазір салыну үстінде, ұзындығы біреусінікі 100 метрден асады, екіншісінікі 80 метрге жуық. Кіреберіс портал дейміз ғой, кіреберіс қақпасы, оң жақ қақпасы, оң жақ қақпа деген сияқты. Бұл екі этаждан тұрады. Енді екінші қақпа ол жақта орналасқан, объездной жол жақта орналасқан, сол жақта болады. Көлдің арғы жағында екеуінің ара қашықтығы 1,5-2 километрді құрайды. Бұл Илинка мен Үркер ықшам аудандарының аралығында орналасқан. Осындай тарихи орын. Алдарыңызда Бозоқты көлі. Бұл жерде құстардың көптеген түрі, аң құстардың барлығы осы жерде мекен ететін болады. Осы кіреберіс қақпаның жанында осы жаққа қарай қазақ хандарының үлкен сарайы салынады бұйыртса. Бұл сарай орта ғасырлық сәулет стилі негізінде салынатын болады. Ішкі интерьері орта ғасырлық стилде болады. Қазірден бастап ағаш отыру, көгалдандыру жұмыстары осы жерге жасалып жатыр. Ішінде құрылыс жұмыстары әлі аяқталған жоқ. Ішінде тарихи, әскери, қорғаныс ісі, көшпенділердің осындай тақырыптағы музейлендіру жұмысы жүреді. Осының ісі қазақ халқының, көшпелі халықтардың соғыс өнері көрсетіледі, қорғаныс өнері көрсетіледі. Мына жерде садақ ататын ойықтар орта ғасырлық қалаларда осындай болған. Ары қарай осындай лифттің орны болады мына жерде. Енді ішінде жоспарлар өте көп жалпы. Міне мынау садақ ататын ойықтар, жаңа айтқандай орта ғасырлық. Осыдан қарасаңыз ол былай. Қазіргі кезде енді бұл жерде құрылыс жұмыстары жүріп жатыр, әлі аяқталған жоқ. Құрылыс жұмыстары өте сапалы жүріп жатыр. Өте ретімен, өте сапалы. Бұл енді бір Қазақстанның ерекше бір туристік, тарихи, туристік, этно-мәдени орталығына айналатын міндетті түрде. Қазір Астананы көрсетеміз сізге. Астана. Бұл жалпы Астана қаласындағы Нұра ауданының территориясында орналасқан.